Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бернулли теңдеуі. Бұл Бернулли теңдеуін өткен сабақтарда біз практикалық жұмыстарда қолдана алмай қалғанбыз онлайн сабағында. Сондықтан бүгінгі күні біз осыны тәжірибе жүзінде Бернулли теңдеуін өмірде қалай қолдану керектігі жөнінде қарастырамыз. Ендеше сұйықтардың және газдардың қозғалысын біз кинематикалық түрде сипаттау. Сендер білесіңдер, механикада кинематика деген бөлімі, физикада қозғалысты зерттейтін бөлімі. Ендеше сұйықтар мен газдардың қозғалысын сипаттау үшін біз бүгін Бернулли теңдеуін қарастырамыз. Бернулли теңдеуі, мысалы үшін, бұл сұйықтар мен газдардың ағын сызықтары болып есептелінеді. Ендеше балалар, Бернулли теңдеуі жаңағы сұйықтар мен газдардағы олардың бөлшектерінің кинематикалық қозғалысы. Кинематикалық қозғалыс деген кезде қараңыз мына жерде. Әрбір нүкте, мысалы сұйық бөлшектер болып есептелінетін болса, олардың ағын жылдамдықтарында әрбір бөлшектердің өздерінің бағыттары болады екен. Көрдіңіздер ме? Ағын жылдамдығына бағыттала береді екен. Егер де осыны біз, мысалы үшін, көлденең қимасының ауданы S1 болатын болса, сұйықтың шар кездегі көлденең қимасына түтіктің S2 болатын болса, сол кезде осы ағын түтіктің бойымен аққан кездегі сұйықтың бөлшектері ағын түтік тәрізді ағады екен. Себебі әрбір сұйық бөлшектері, оның өрісі сол жаңағы түтіктің қабырғалары арқылы жана ағады екен. Ендеше біз қарап тұрсақ, S1 үлкен көлденең қимасы ауданы үлкен түтіктен өткен кездегі сұйық, S2 көлденең қимасы кіші түтіктен де өте алады екен. Осы қалай? Мына жерде үлкен көп сұйық ақты деп есептейміз, тар түтіктен азақ ақты деп есептейміз. Осы жерде қандай өзгеріс бар? Бұл жерде сұйықтардың ағынының қысымы туралы айтылады екен. Көрдік па? Яғни бұл жерде, мына жердегі S1 көлденең қимадағы қысымдары бірдей деп есептесек, бұл кездегі сұйықтың ағынының массасы, қысымы, жылдамдығы, көлденең қимасының ауданы және оның ағуына кеткен уақыттың көбейтіндісіне тең болады екен. Ал олай болатын болса, ендеше бұл қысымдары тең деп есептейтін болса, P1, P2 десек, онда P1 дельта S1 Т тең, P2 дельта S2 Т деп. Ал бұл жерде уақыт бірдей болғандықтан, мына жердегі уақыт пен мына жердегі уақыт бірдей. Бірақ сен ойлайсың, мына жерде көлденең қимасының ауданы үлкен сұйық тез ағып жатыр, ал мына жерден аз келсе баяу ағады деп ойлайсың. Бірақ екеуіне де кететін уақыт қандай болады екен? Бірдей. Ендеше уақыттарды қысқартатын болсақ, не қалды? Қысымдар бірдей болатын болса, V1 дельта S1. Көрдіңіздер ме? Тең V2 дельта S2 болып есептелініп қалады екен. Бұл ендеше бұл жерде айтайық дегеніміз, сұйықтың әрбір бөлшегі нүктеге дәл жылдамдықпенен келіп жатады екен. Нүктеге белгілі бір жылдамдықпен келіп жатады екен. Көрдіңіздер ме? Белгілі бір жылдамдықпен келіп жататын болса, ағын сұйықтарда шектелген сұйықтың бөлігі, міне, ағын сұйықтарда шектелген сұйықтың бөлігі ағын түтік деп аталады. Мына түтікке келіп шектеледі ғой, сол кезде ол ағын түтігін береді екен. Көрдік па? Арнамен аққанда да тура солай болады екен. Арнамен сияқтан кезде ол жаңағы түтік сияқты шетіне шектелген кезде белгілі бір жылдамдықпен аға береді екен. Енді осыны бізде үш түрлі түтік тұр. Бірінші түтіктің көлденең қимасының ауданы, екінші түтіктің көлденең қимасының ауданы, үшінші түтіктің көлденең қимасының ауданы үш түрлі болып тұр. Бұл үшеуінде де қысым, сұйықтың суретін қысымдар P3, P2, P1 деп тұр. Қараңыз. Мінекей, кішкентай жағынан жоғары жағына қарай ағуы мүмкін. P1-дегі сұйық бөлшегінің жылдамдығын V1, екінші түтіктегі V2 жылдамдықпен ағатын болса, үшінші түтікке V3 жылдамдықпен ағатын болса, бұл жерде бізде міне P плюс PV квадрат бөлінген 2 тұрақты деп есептеп тұр. Бұл жердің барлықтарында V1 жылдамдығы V2-ден үлкен, V2 жылдамдығы V1-ден үлкен болып тұр. Көрдіңіздер ме? Бәрінен үлкені қайсысы болып тұр? V1 болып тұр. V1 сұйықтың жылдамдығы кіші түтікте үлкен, екінші түтікте кішкене немене? Орташа, үшінші түтікте баяу. Ендеше бұлардың барлықтарында да қысымы қайтып тұр ендеше? Қысымы азайып тұр ма? Азайып тұр. Ендеше бұл жерде неғұрлым түтік кішірейген сайын қысымы азаяды да, жылдамдығы қайтады екен? Артады екен. Міне артады екен. Ендеше Бернуллидің бізге айтқысы келіп тұрған не екен ендеше? Аз көлденең қимасының ауданы кіші түтіктен сұйық аққан кезде оның қысымы азаяды да, несі артады екен? Жылдамдығы артады екен. Енді осыны біз күнделікті өмірде пайдаланады екенбіз. Күнделікті өмірде қараңыздаршы, менің алдымда үш түрлі түтік тұр. Бірінші көлденең қимасының ауданы үлкен, екінші көлденең қимасының ауданы оған қарағанда кіші, үшінші түтіктің көлденең қимасының ауданы одан кіші болады екен. Осы жерден сұйық ағын аққанда қалай болады балалар? Кім айтып жібереді?
Біріншісінде қалай болады? Жылдамдығы сұйықтың баяу болады. Екіншісінде, одан үшіншісінде жылдамдай. А бірақ қысымдар қайтып отырады? Азайып отырады. Бұны біз практикада үйде неде пайдаланамыз? Су ағып келетін біз қайда үйде жылытатын не? Турба, батареялар. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Ал сол сияқты өмірде балалар мынау не үшін пайдаланып тұр? Мынау қандай құрал? Шприцы деп аталынады. Ал шприцыны қараңыздаршы, мінекей. Өтереді ғой. Аха. Бұл мынаның көлденең қимасының ауданы үлкен. Шприцының көлденең қимасының ауданы қандай болады? Дененің кішкентай болады. Қара. Осыған біз сұйықты алған кезде, мысалы үшін сұйықты соратын болса, сұйықты сорған кезде, енді осыған не түсіреміз балалар? Аха, қысым түсірген кезде мына жердегі сұйық пен мына жердегі сұйық қандай деп ойлайсыздар? Мына қараңызшы. Қысым мына жерде үлкен болғанмен мына жерде қандай? Аз, бірақ не көп? Дұрыс айтады екен. Ендеше өмірде біз қай жерде де пайдаланады екенбіз? Медицинада өмірде жиі қайтады екенбіз? Пайдалана алады екенбіз. Мінекей біздің өміріміздегі пайдаланып келе жатқан осы Бернулли теңдеуінің кереметтігі қай жерде сұйық қаптай ағады түтіктің бойыменен, сол кезде оның сұйықтың бөлшектері оның жаңағы несіне байланысты болады? Жылдамдығыменен қысымына байланысты болады екен. Олай болатын болса, мінекей мына жерде. Ал оқушылар енді осы Бернулли теңдеуін ұға отырып, бүгінгі күні біз мынандай сұрақтарға қалай жауап? Сендер қалай түсіндіңдер бүгінгі Бернулли теңдеуін? Мына сұраққа кім жауап береді? Неге қатты дауыл жел кезінде үйдің шатырын жұлып алып кетеді? Кім айтып жібереді? Айта ғой. Шатырдың үстіндегі қысым шатырдың астындағы қысымнан аз болады. Мінекей дұрыс айтады. Осыны біз қалай келтіруге болады екен ендеше өмірде? Біз көрдік па осыны балалар? Дауыл. Жақсы, екінші сұрақ. Футбол добын ойнаған кезде допты неліктен шыр айналдыра соғады оқушылар? Допты неге шыр айналдыра соғады? Таң айта қойшы. Өйткені допқа айналмалы не қозғалыс. Дұрыс айтады. Біз допты ұрған кезде қайталаймыз. Допқа ұрған кезде мысалы айналмалы қозғалыс береді. Айналмалы қозғалыс береді. Жақсы. Так. Осы екі сұрақ тағы. Көтеру күші неге пайда болады? Себебі ұшақтың қанатының үстіндегі қысым аз болады, ал ұшақтың қанатының астындағы қысым көп болады. Сондықтан ол көтеріледі қайтеді екен? Көтеріледі екен. Бұл тақырыптың барлығы неге байланысты болып тұр ендеше? Бернулли Бернулли теңдеуі қысым менен Кинематика. жылдамдыққа байланысты болып тұр. Жақсы.